Şu orun var edi, şu kız var eкен. Qanday керемет қыздар. Жоқ, мен жүрмін ғой. Ал, ассалаумағалейкум баршаңызға. Құрметті ауыл тұрғындары, аудан тұрғындары, жерлестер, мемлекет қызметшілер. Бүгін міне тәуелсіздік күніне орай өтіп жатқан осы керемет іс-шара ауданымызда. Ауданымыз дами берсін. Ұлттық спорт, дәстүрлі ұлттық спорттың ішінде дәстүрлі садақ спорты, атадан балаға мұра болған. Бабаларымыз Дархан даланы осы аттың үстінен, айзаның күшімен, білектің күшімен, осы садақтың күшімен қорғап қалған. Өте керемет спорт түрі, өте әділ спорт. Спорт өте көп қой. Кейде әділетсіз болып, кейбір спортшылар шағылып жатады. Әділетсізге ұшырап, бұл спортта өте әділ спорт түрі. Садақ спорты. Не атасын, соны пайдаласын. Оны өзгерте алмайды. Төрешіде ешкім өзгерте алмайды. Қазір ережесі 3 оқтан. Вообще бір адам 6 оқ атасыздар. Бір адам 6 оқ атады, 3 оқтан атып шығасыздар. Келесі адам 3 оқты атады, екінші қайтар болады, 3 оқтан тағы атасыздар. Бір атқан кезде 3 адам фамилиямен шақырамыз, 3 садақ бар, 9 оқ аласыздар, 3 адам атады. Ұпайын төреші бар, санап келеді. Төреші менің ұстазым Дүрімбет Үсен деген ақсақалымыз өзі садақ атады. 68 жаста Қазақстанның ең үлкен садақшысы, садақтарына қатысады. Оқ жөндейді, садақ жөндейді. 8 қырлы бір кісі осы атамыз. Қызылорданың кісісі. Қазір осы бізге, менің ұстазым бізге қызмет қылып, осы атамызда қариясы бар, елдің қазасы бар дейді. Біздің қазақ осы арнайы сіздерге шақырып отырмыз. Шын ата, бір ауыз сөз айтып бастаңызда, тәуелсіздік күніне қарай сонымен бастайық. Тәуелсіздік күніне орай жасалып жатқан нәрсе ғой. Енді бұл дәстүріміз, қазақтың ата бабамыздан келе жатқан дәстүріміз, садақ ату өнері. Елімізде қазір қатты дамып жатыр. Осы елімізде дамып жатқан нәрсені сіздер де дамуға үлес қосқандарыңызға құтты болсын. Осылай дамыта берейік, жастарымызды тәрбиелеп, елімізді сүйетін жақсы патриоттарды өсіре берейік. Мынау бастап жатқан істеріңе Алла тағала сәт берсін. Ал сәттілік себелеріңіз дәл ұпайдан айтып өтейін. Ортасындағы 5 ұпай, одан кейінгі сары 3 ұпай, қызыл 1 ұпай. Ақ, боз, молоко. Қазір фамилиямен 3 адам шақырам. 3 адамға оқтар беріледі, садақтар беріледі. И оқтар ше бірдей болу керек та. Дұрыс. Бір-бірінің оғына саналып